Біркелкі творожный пирогтан жасасаңыз, дәл осылай жасаңыз, керемет болып шығады. Алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы сары май, жұмыртқа, шекерімізді жақсылап араластырып алғаннан кейін ұнымызбен разрыхителімізді салып, жұмсақ қамыр ететін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамыр қолға жабыспайды, өте жұмсақ болып шығады. Сол кезде біздің тесталарымыз піскен кезде қатпай, жұмсақ ауызда еритіндей болып шығады. Начинкамызге творог қажет болады, және де жұмыртқаларымызды осылай сарысы мен ағын ажыратып алатын боламыз. Ағын біз қазір меренге жасайтын боламыз. Сарысын осы творогқа қосып блендерлейтін боламыз. Және де осылай творог қоюланып қалса, 2 қасық қаймақ қосып жіберіңіздер. Дайын формамызға қамырды жайғастырып алып, творогтарымызды салып, бетінен қатырылған малина, әртүрлі жеміс жидектер салсаңыздар болады. Қызып тұрған печкамызда пісіріп алатын боламыз. Пирогтарымызды осы аралықта біз меренге дайындайтын боламыз. Ыдысымыз міндетті түрде құрғақ болу керек. Жұмыртқамызды осылай көпіртіп алғаннан кейін, кукурузный крахмалымыз салып, араластырып алғаннан кейін осылай мешоктарға салып, әртүрлі формада құйып шықсаңыздар болады. Қызып тұрған печкамызда 5-10 минутқа салып алатын боламыз. Біздің меренгамыздың беті осылай сарғаю керек. Болды, осымен біздің пирогымыз дайын. Өте дәмді, ауызға салсаңыздар прям күшті болып, еритіндей болып шығады. Жасап көріңіздер.